Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін баланың әкесіндегі ақысы жайлы ақпарат айтатын боламыз. Ғұлама ғалым Әбу Ләйс әс-Самарқанди былай дейді: бізге Мұхаммед ибн Фазл хадис жеткізді. Мұхаммед ибн Фазл айтты: бізге Мұхаммед ибн Жағфар былай деп хадис жеткізді. Үш нәрсе баланың әкесіндегі ақыларынан: туылған кезде көркем ат қоюы, есі кіргенде жазуды үйретуі және кәмелетке толғанда үйлендіруі. Риуат етілгенге қарағанда Әзіреті Омарға бір ер адам баласын ертіп келіп, мына балам менің тілімді алмайды деп шағымданыпты. Әзіреті Омар балаға қарап: әкеңе қарсы келуде Алладан қорықпайсың ба? Оның ақысы мыналар деп әке алдындағы міндеттерін тізе бастапты. Сонда бала: уа, мұсылмандардың әмірі, баланың да әкесінде ақылары бар ма деп сұрайды. Әзіреті Омар: иә бар, баланың әкесіндегі ақысы әкесі анасын аларда таңдап алу, яғни болашақта баласы ұялмайтындай иманды, ибалы әйел затын әйелдікке алу керек. Сондай-ақ жақсы есім беріп, оқу жазуды үйретуі деп баланың әкесіндегі ақысын айтып беріпті. Жауапты естіген бала: Аллаға ант етейін, әкем менің анамды таңдап алмаған. Анам Синх ұлтынан, оны әкем 400 дирхамға сатып алған екен, және әкем маған көркем есім бермеді, ол маған Жуал деп жарғанаттың еркегінің атын берген. Сондай-ақ әкем маған Құранның бір аятын үйреткен емес деп ақылары орындалмағанын айтып, ол да қарсы шағымданыпты. Сонда Омар әкесіне қарап: балам, менің ақымды жеді деп отырсың, ол сенің ақыңды жеместен бұрын сен оның ақысын жеген екенсің, тұр да бар деп шығарып салыпты.